Еліміздегі орта мектептерде білім беру жүйесі жаңа заманның талаптарына сәйкес болуы тиіс. Мектеп оқушыларының 90,9% жаңартылған білім беру мазмұнына көшті. Ал мұғалімдердің 79,8% жаңаша оқыту бағдарламасы бойынша дайындықтан өтті. Критериалды бағалау заман талабы. Оқушылардың оқу жетістіктерін бағалау оңай шаруа емес. Әр шәкірттің мықты тұстарын анықтап, оның талантын аша түсу үшін жаңа жүйе енгізілген. Құрметті көрермен, бүгін айтылатын ақпараттың талқыға түсіп, талданатын тақырыптың аңдатпасын естідіңіздер. Елімізде білім беру саласына жаңа жүйенің енгізілгеніне мінекей бір жылға жуықтады, бір жыл толды десек те болады. Ол дегеніміз бағалау жүйесі баланы. Бұрынғыдай 3, 4, 5 деген баға жоқ, енді пайызбен қойылады. Жалпы елдің арасында оқушысы бар ата-аналардың арасында кең талқыланатын, көбісі наразы болатын дүние бұл бүгін бізде анықтап зерттеген БЖБ мен ТЖБ туралы. Осы екеуінің ара жігін ажыратайық, баға қалай қойылады, қалай жақсы баға алуға болады. Дәл осы БЖБ мен ТЖБ-ға сүйеніп күнделікті сабаққа бармай жүрген оқушылардың ата-аналарына қандай шара жасалмақ? Бүгін біз айтамыз, сіз міндетті түрде көріңіз. Бәріміз үшін маңызды тақырып, сондықтан теледидарға бір табан жақын отырыңыздар. Кеттік, бастаймыз. Ұлттық арнада ашық алаң, студияда Нартай Аралбайұлы. Ал құмының құны құймалтынан қымбат қазақ ел, ассалаумағалейкум. Ұлттық арнаның тікелей эфирінде ашық алаң қоғамдық саяси ток-шоуы. Бүгін біз айтатын тақырып, енді жаңа айттық қой, бағалау жүйесі. Елдің үнемі бізге жазатын тақырыбы білім саласына қатысты өзге тақырыптарды талдаған кезде де осы студияда анау БЖБ мен ТЖБ-ны нағып айтпай кеттіңіздер деген өкпе реніш жиі айтылады. Бұл тақырыптың тұтас бір бағдарламаға жүк болатын білдік, сездік. Сондықтан бүгін арнайы өздеріңізден талдайық деп шештік. Құрметті көрермен, енді елімізде 3 миллионнан астам оқушы бар, сондықтан бұл тақырып сіздерге де өте маңызды екенін білеміз. Сол үшін біздің тікелей эфир телефонына хабарласыңыз, әлеуметтік желіге жазыңыздар. Барлық сауалдың жауабын 6-1 спикерден сіздерге алып беремін деп уәде етемін. Және құрметті студия қонақтары, ашық микрофонға шықсаңыздар рұқсат. Жарай ма? Жақсы. Бүгін енді біздің студияға ерекше қонақтар келіп тұр. Мағжан Жұмабаевтың тілімен айтатын болсақ, алты алаштың баласы бас қосқанда төрде көрі мұғалімдікі дейді. Ұстаздардың бәрін жинадық. Мінекей қазақ тілі әдебиеті пәнінің мұғалімі бар. Ортамызда дұрыс па? Бар, жақсы. Биология пәнінің мұғалімі бар. Тағы бір қазақ тілі әдебиеті пәнінің мұғалімі бар. Демек, бүгін ұстаздар қалай баға қойып жүр? Бұл бағалау жүйесі оларға қаншалықты ауыр тиеді? Және ата-аналардың өздеріне айтқан зар мұңы бұқараның базынасы қалай? Соған жауап беретін болады. Жарай ма? Жақсы, енді былай қылайық. Манара ханым. 2016 жылдан бастап осы мектеп оқушыларын кезең-кезеңімен жаңартылған білім жүйесіне өткізу басталды. Бұл нақты мынау бағалауға қатысты айтып отырмыз. Енді бұрын 3, 4, 5 деген бағалар бар еді. Соған қарап біз тексеріп алатын едік. Баламыз қалай оқып жатыр, қандай баға алып жатыр, қандай ескертпелер бар, неге үлгерімі төмен, апта сайын тексеруге болатын еді, күн сайын күнделіктен қарауға болатын еді, болмаса 90 сайын баға шыққанда білетін едік. Ал мінекей енді жаңа жүйені енгіздік, пайызбен есептейтін. Бұған не себеп болды, не түрткі болды? Оның басты негізгі мақсаты, қазір біз халықаралық зерттеулердің нәтижесіне қарайтын болсақ, біздің балаларымыздың алған білімі, фактологиялық, академиялық білімі, яғни оның білімін ары қарай өмірде қолдануына жарамсыз болып жатыр. Яғни алған білімін өмірде қолдану үшін, ары қарай функционалдық сауаттылығын дамыту үшін осы барлық әлемнің тәжірибесіне енген критериалдық бағалау жүйесіне енгізу қажеттілігі туындады. Қалай түсінуге болады? Баламыздың алған білімі қажетсіз болып қалды дегенде. Қажетсіз болды дегенде, баға қойудың орнына пайызбен қойғанда білім артып кете ме қалай? Жоқ, мәселе ол пайызбен қойған, жаңағы бағамен қойғанда емес. Бағамен қойғанда күнделікті бағалаған уақытта баланың мысалға қарапайым тілмен түсінікті болу үшін айтатын болсақ, бүгінгі бір өлеңді жаттап келгені бағаланады, оған соған баға қойылады мысалға. Не болмаса бүгінгі жаттығуды орындағаны, есепті шығарғаны мысалға, сол бағалануы мүмкін. Ал енді жалпы оның бір түпкілікті мақсатқа негізделген білімі не үйренді, қандай дағды қалыптасты ода, өмірге керек дағдылары,
міне осыны жаңағы біз күнделікті бағаның нәтижесімен бағалап көрсете алмай жатырмыз ғой. Сол себепті бұл жерде тек қана бағалаудың формасы ғана процентке көшкен жоқ, жалпы оқу бағдарламаларынан бастап өзгерді. Қазіргі жаңартылған білім мазмұнындағы оқу бағдарламаларының өзі оқу мақсаттарына құрылған. Міне осы оқу мақсатынан бастап барып күтілетін нәтиже шығады. Сөйтеді жаңағы баланың күнделікті алдындағы білімін бағалаған мұғалім оның жаңағы сол күтілетін нәтижеде қандай дағды қалыптастырды, өмірде ертең алған білімін қолдана алатындай не үйренді, міне осының түпкілікті нәтижесін бағалайды. Яғни күнделікті оның 2-3-4 журналға қойып тастап, оның күнделікті тауын шақпай ол баланың ол жаңағы өзінің дағдыларын қалыптастыру барысында не үйреніп келе жатыр, әлі де нені білуі керек, білімін қалай жаңа жетілдіру керек, міне осыған көмектесе отырып жиынтық бағалауға дейін алып келеді. Жақсы. Бізде барлық еліміздегі мектептер осы жүйеге өтіп үлгерді ме? Бұл жүйеге өттік 90%-дан астамы, өйткені бізде биыл 11-ші сынып қана әлі бұл жаңартылған бағдарламаға көшкен жоқ. 1-ші сыныптан 10-ші сыныпқа дейін түгел толығыменен біз жаңартылған білім мазмұнының бағдарламасына өттік. Алдымыздағы оқу жылы 11-ші сынып көшсе, сонымен толығымен барлық орта білім жүйесі жаңартылған білім мазмұнына көшірілетін болады. Жақсы. Енді 2019 жылдың үздік педагогының пікірін білгім келіп тұр. Гүлжазира ханым, естідіңіз, мынау балаға жаңағы төменгі баға қойып тастаса, ол психологиялық тұрғыда соққы болуы мүмкін дейді. Және бүгін орындап берген тапсырмасын бүгін тек бағамен бағалайтын болсақ, бұл да болса баланың қабылдауын, жалпы тақырыпты қалай түсінді, осы нәрселерге кері әсерін тигізуі мүмкін. Бала тек сол тапсырманы орындап қана жылы ғана шығып кетуі мүмкін дейді. Сіз педагог ретінде айтыңызшы, бұл дұрыс па, жоқ па? Жалпы баға деген не, бағалау дегеніміз не, және баға беру дегеніміз не? Баға деген ол оқушының жаңағы оқу жетістігін не санмен, не сөзбен таңбалау. Ал бағалау дегеніміз оқушының оқу жетістіктерін бақылау. Оқу танымдық әрекетін бақылау және оның білім деңгейін анықтау үшін ақпарат жинау. Ал баға беру дегеніміз осы бағалаудың нәтижесі сапалы кері байланыс. Иә, заман өзгерді. Бізде жаңағы Манар ханым айтып кеткендей халықаралық дәреже стандарттарға сай боламыз деп бізде жаңағыдай білім жүйемізге өзгерістер әкелдік. 90% мектептер осы жүйеге көшті. Жақсы, иә. Оның бәрі жаңа естідіңіздер. Ал енді заман сәт сайын өзгеріп жатыр. Ғылым мен техниканың көз ілестірмей бара жатыр. Осы жетістікті ғылым мен техникаға енгізетін кім? Ол біздің алдымызда отырған оқушы. Біздің алдымызда. Енді осы мен жалпы бұл жүйені қолдаймын. Жаңарған дұрыс, заманның ағымынан, көшінен қалмаған дұрыс. Бірақ әлі де біздің кемшін тұстарымыз бар. Осы жүйеде де бар дейсіз ғой? Осы жүйеде де. Қандай кемшілік? Атайық қане? Мысалға айтсақ, жаңа қалыптастырушы бағалау деп жатырмыз. Бұрын біздің оқушыларымыз күнделікті оқып, күнделікті баға алуға үйренді. Дұрыс па? Ал енді қазіргі біздің жазған қалыптастырушы бағалаудағы комментариімізді балалар місе тұтпайды. Біріншіден, олның жаңағы ТЖБ мен БЖБ-ға ешқандай да күнделікті қалыптастыруды бағалаудың әсері жоқ. Кейбір балалар мысалға мынандай құлыққа да көшіп алған. Неге мен күнде сабаққа дайындалуым керек? Мен сол тарау біткен кезінде БЖБ болатын білет. Тарауды қайталап алам да, мен сол күні неге дайындалып келе салмаймын. Мәссаған. Иә. Немесе жаңағыдай осындай неге көшіп біздің оқушыларымызда жаңа күнделікті мысалы үй тапсырмасын қаншалықты мысалы орындау деңгейі мен өте жоғары деп мысалға айта алмаймын. Міне, бағалаудың үш түрін көрсетіп тұрмыз. Формативті бағалау, 90-дық жиынтық бағалау, ТЖБ-мыз, бөлімдік жиынтық бағалау, БЖБ-мыз, иә? Қызылгүл ханым, әріптесіңіз айтады, тіпті оқушылар біз педагог мәртебесі туралы заң қабылдап жатырмыз. Ұстаздарға болсайық деп, бірақ оқушылардың өзі күнделікті баға қойылмағасын бізді місе тұтпайтын болды. Тіпті ертең қайталап алам, болды ғой деп қолды сілтейді дейді. Сіздерде де осындай қиындық бар ма? Енді мынау жаңартылған білім мазмұнының идеясын ата-ана да оқушы да енді өкінішке орай кейбір мұғалімдерді түсініп жатқан жоқ. Ұстаздар да түсініп жатқан? Ұстаздар да енді бар ғой, ондайлар түсінбей жатқандар бар. Енді жаңа мен әріптесім айтып жатыр, формативті бағалау дейміз. Негізі ол қалыптастырушы бағалау тікелей бөлім мен 90-дық бағалауға қатысы бар деймін. Себебі
формативті бағалау кезінде баланы біз мысалға бөлім бойынша бағалаудың алдында формативті бағалаумен алып келуіміз керек. Күнделікті, өйткені сол бір бөлім бойынша жұмыс жасайды ғой балалар 3-4 сабақ бойы. Сонда қалыптастырушы дегеннің өзі сол білімге біз баланы алып келуіміз керек. Күнделікті сұрақтарымыз, күнделікті тапсырмаларымыз, жасалып жатқан жұмыстарымыздың негізгі мақсаты бөлім бойынша берілген мақсатқа жету болып табылады. Бөлімдік жиынтық бағалау ғой алдымен жүретін, дұрыс иә? Ол неше мысалы қазақ тілі әдебиеті пәні дейге бір аптада бір рет өткізіліп тұра ма? Жоқ, ол бұрынғы біздің жаңағы кездегі оқулықтарымыз бөлімге бөлінген ғой. Тараумен бөлінген. Сол әрбір тарау біткен кезде бөлім бойынша жиынтық бағалау жұмысы алынады. Жақсы. Енді мынау алдымен елге түсіндірейік дедік қой, мына БЖБ мен ТЖБ-ны. Біз енді ортаға қане бір тақтаны алдырайықшы. Қазір бізге кім? Медет мырза, өзіңіз түсіндіріп, анау балды есептеу жүйесін бізге түртіп жазып беріңіз, ары қарай тілге тиек етеміз. Жадыра ханым, мінекей әріптестеріңіз айтып қалды. Осы бағалау жүйесін қазір біз айтып отырған. Ата-ана мен оқушы тұрмақ, түсінбей жүрген ұстаздар да бар дейді. Тіпті бізді оқушылар місе тұтпайды деп әріптестеріңіз жан айқайын айтып тұр. Рас па, сіз қосыласыз ба бұған? Медет мырза, мархабат, жаза берсеңіз болады. Иә. Енді мен өзім бастауыш сынып мұғалімімін. Енді бұл кісілердің сөздері мен өзімнің осы жаңа бағдарламаға қалай келген өмір тәжірибемді айтсам, сонда түсінікті болады деп ойлаймын. Қысқа. Мен өйткені осы жаңа бағдарлама бүкіл елімізге апробациясына пилоттық жобамен 2015-2016 жылы біздің еліміз 16 жылы бастаса, мен өзім 2015-2016 оқу жылында пилоттық жобамен бастадым. Ол кезде білім жетілдіру курстарын біздер Астана қаласында өттік. Астана қаласындағы, ол кезде Нұр-Сұлтан қаласында Назарбаев зияткерлік мектептерінің білім беру бағдарламалары орталығында мұғалім шеберлігін арттыру орталығының мұғалімдерімен сол кезде сіздерге үйретті. Бізге үйретті. Енді ол үйренген біз өзіміздің алған білімдеріміздің бәрін, мен ол кезде Қызылорда қаласында тұрдым. Қызылорда қаласының орталығындағы мұрагер мектебінде білгеніміздің бәрін өзіміздің әріптестерімізге бөлісіп отырдық. Әр жыл біткен сайын, мысалы біз бірінші сыныпты бітірдік па, келер жыл бірінші сыныпты алатын мұғалімдерге біз өз тәжірибемізді бөлісу мақсатында семинарлар болды дейсіз. Сабақтастық болды. Ал бұл жерде демек сабақтастық үзіліп қалып тұр ма? Енді біз 3 айға дейін, мысалы 15-ші жылы бастадық, және біз тәжірибеміз тек қана біз келіп білім жетілдіру курстарына қатысқан жоқпыз. Біз тәжірибе бөлісу мақсатында Көкшетау қаласындағы және Талдықорған қаласындағы бастауыш мектептер, Назарбаев зияткерлік мектептерінің бастауыш мектептеріне барып сабақтарына қатыстық. Сол кезде бізде, неге біз осы оқушылар сияқты, менің оқушыларым да осы оқушылардан қалыспайды. Мен де мына әріптестерімнің тәжірибесімен мен неге осылай жұмыс жасамаймын деген бізге бір не деймін енді, сондай ұстаздардың арасында өздері қиналып түсінбей жүргендер бар дегенге қосыласыз ба, жоқ па? Қосылам оғанда, бірақ енді мұғалімдердің білім жетілдіру курстарына тоқталып жатырмын. Одан кейін біз мысалы апробацияның мұғалімдері бәрін артымыздағы облыстық мұғалімдерінің бәріне бөлісіп жатсақ, ал енді бізден кейінгі мұғалімдер біз сияқты ұзақ курстардан өткен жоқ. Олардың курстары бір жағынан қысқа болды, және олар жаңа тәжірибе алмасу мақсатында сабақтарға барып қатысып. Демек осы жүйені енгізу үшін асығып кеттірегіңіз келе ма? Министрлік асығып кеттірегіңіз келе ма осы жүйені енгізу үшін? Енді асыққанда мұғалім де көп. Мұғалімге мысалы тәжірибе, егер ізденген мұғалімге, егер осы өзінің мақсатын алға қойып, мен осыны қайтсем де меңгерем деген мұғалімге, ол асығыстықта басқа да әсер етпейді деп ойлаймын. Сынап жүргеннің бірі сіз, БЖБ мен ТЖБ-ға тыныштық бермейсіз? Иә, тыныштық бермеймін. Мына кісінің сөзін жалғастырып жіберейін. Мұғалімді білмейтін мұғалім де бар дейді. Мен келіспеймін. Мұғалім білмесе, онда оған жаңағындай оқыту керек, үйрету керек. Жаңашылдықты енгізіп жатқаннан кейін мұғалім қарулану керек. Қазір бізде мұғалімдердің орта жасы жоғарылау. Жастар жоқ мектепте. Тіпті жоғары оқу орындарынан келген мұғалімдердің өзі мына жаңа жүйемен
дұрыс таныста емес, бұл сабақтастықтың жоқтығы дейді. Сонда мына жерде сұрақ туындайды. Егер де оны 6 жылдың ішінде біз енгіздік деп мақтанып жатсақ, жаңартылған білім мазмұны, сол жерде біз оның сапасы жоқ деп күйініп жатсақ, ал сапасы жоқтығында тағы да мұғалімді кінәлап жатсақ, бұл жерде дұрыс емес. Бұған бүкіл қоғам кінәлі. Біріншіден мектептердің жетіспеушілігі, екіншіден сол мектептердегі ұстаздардың жетіспеушілігі, оқушылардың көптігі әрине ол да әсер етеді. Бірақ ең бастысы мұғалімға бұл жерде қолдау мен оның жылжып алға қарай білім дағдыларын қалыптастырып отыратын жағдай құру керек. Жақсы. Жаңа жүйе деймін да енді ұстазды тақтаға шығартып қойды. Ал Медет мырза, кеттік. Жалпы енді БЖБ көрсетіп қояйық біз жаңа бағалау жүйесін экранға. Жақсы. Жалпы БЖБ, ТЖБ-дан келген кезде, мысалы, әр пән бойынша, мысалы, БЖБ бізде ол бөлім бойынша жиынтық бағалау дейміз. Мысалы, қазақ тілі әдебиет пәнін алсам, бізде мысалы 2 БЖБ өткізеді, одан кейін бізде ТЖБ кетеді. 2 БЖБ дегеніміз неше аптада өткізілетін дүние? Неше аптада? 1.90-да. 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 Иә, дұрыс. 1.90-да 2 БЖБ, 2-де өткізеді. Одан кейін ТЖБ қорытынды ретінде 90 аяғында өткізіледі. Сонда оның пайызға бөлген кезде біріншісі 20%-дан тұрады да, екіншісі 20%-дан тұрады. 25 деп тұр ғой. 25-пен қосқан кезде енді 2 БЖБ 50%-ді беріп тұр ғой. Одан кейін ТЖБ келген кезде ол жалпы 50%-ді беріледі. Ол мысалы ұпайға қатысты болады. Мысалы орта деңгейде оқушыларды алсақ, 5-пен 7-8-ге дейін мысалы. Оларда 7-тен бастап 15 ұпайға дейін бағаланады бұл жерде. Мысалы бірінші түсіндіре кетсем, солай қылмасаңыз болмайды. Жалпы осы білім беруде жаңағы бағалау жүйесінің жалпы барлық жаңағы біздің мектептеріміздің барлығына бірыңғай жаңағы қағидасын, ережесін енгізу мақсатында Білім және ғылым министрлігінің 2008 жылы қабылданған 125-ші бұйрығы бар. Сол бұйрықтың ішінде жаңағы бағалаудың барлық принциптері менен оны жаңағы бағалауды жүргізудің барлық алгоритмдері менен көрсетілген. Соның ішінде барлық пәнде де осылай бағалана ма? Қазір айтайын, соны айтайын деп отырғаным. Қазір 125-ші бұйрықтың ішінде сол бағалауға байланысты ол жерде барлығы жіктеп жазылған. Осы жаңартылған білім беру мазмұнын енгізу барысында бірнеше рет оған толықтырулар енгізіліп келе жатыр. Яғни мұғалімдердің тәжірибесінен алынып. Қазір мына жерде көрсетіліп тұрған БЖБ-на 1-2 деп ТЖБ деп тұрған, бұл аптасына жаңағы 1 сағат болатын пәндерге байланысты. Яғни егер де сағат саны одан көп болатын болса, егер мысалы үшін математика пәні аптасына 4 сағат, 5 сағат болуы мүмкін. Ондай жағдайда 1 сағат болмайды ғой аптасына бірнеше. Жоқ, ондай жағдайда қазір айтайын деп тұрғаным. Ондай жағдайда БЖБ-ны жалпы 3-ден артық өткізуге болмайды деген 1.90-да 14-4-ші тармағында осы 125-ші бұйрықта жазылған. Енді қараңыз, бөлім бойынша жиынтық бағалаудың саны жалпы 2-ден артпау керек. Егер де бөлімдердің саны одан көп болатын болса, оларды жинақтап өткізуге болады. Жинақтап. Содан кейін жаңа Медеттің айтып отырғаны 15 балға дейін деп отырғаны, ол жаңағы бастауыш білім деңгейінде жалпы осы 25% неден құралады? 25% жаңаға берілген тапсырмаларға бал қоюдан жинақталады. Ол балдар 7 балдан 15 балға дейін бастауыш білім беру деңгейінде, және 7 балдан 20 балға дейін негізгі орта және жоғарғы мектептің балалары үшін жаңаға сондай балдар тапсырмаға қойылады. Сол балдардан осы процент, ол балдар содан кейін соңында процентке айналдырылады. Ол жаңағы мұғалімге түсінікті болу үшін, мұғалім өз бетінше оны жасамау үшін бұл жерде 90-дық жиынтық бағалау менен бөлім бойынша жиынтық бағалаулардың техникалық спецификациясы әр пән бойынша жасалған. Ол жаңағы біздің Назарбаев зияткерлік мектебінің тәжірибесінен алынғандықтан жаңа әдістемелік жүйеде СМК дейді, сол жерде орналастырылған. Әр мұғалім оны алып, сол техникалық спецификацияның негізінде әрбір пән бойынша осы жаңағы балдарын бастауышта 7-тен 15-ке дейін, жоғары мектеп 7-тен 20-ға дейін осы процентке айналдырады. Қараңызшы, бұл енді елбасының 100 нақты қадам жоспары бар ғой, соның 76-шы қадамында айтылды енді. Осыны дайындаған сіздер ме негізі бағалау жүйесін? Бағалау жүйесі. Кім осыны ойлап тапқан? Ойлап тапқанда бұл бағалау жүйесі. Жүредік қой 4-5 алып. Бағалау жүйесі бірден ол жаңа бағалау жүйесі туындаған жоқ. Бірінші жаңартылған білім мазмұнын енгізген кезде алдыменен оқу жоспарлары дайындалды. Ұсыныс кімнен, сіздерден бе? Ұсыныс жаңағы Назарбаев зияткерлік мектебіменен осы білім және ғылым министрлігінің тарапынан осы білім мазмұнын жаңартуға қажеттігі жөнінде шешім қабылданды. Содан кейін ұлттық білім академиясы мен Назарбаев зияткерлік мектебі бірге отырып осы оқу жоспарын, оқу бағдарламаларын барлығын дайындап
оны бекітіп, соның негізінде соған сәйкес критериалды бағалау жүйесінің де бұйрығының жобасын дайындаған. Бірақ қандай ғылыми педагогикалық зерттеулерге Мен негізделді мына ол? нәрсені айтқым келіп тұр. Назарбаев зияткерлік мектебі, ол жақта техникалық база орасан керемет. Соның негізінде тұтас мектептерге, тұтас білім ордаларына осыны жасауға болатын бе, жоқ па сіздің? Менің ойымша, мынау жалпы мектептерге жаңағы білім мазмұнынан бастап, сол жаңағы стандарттарынан бастап, кішкене күрделендіріп жіберді жалпы мектептерге. Біз жаңартамыз деп, оның формасын, жаңағы әдістерін түгелін көрдік дағы, соларға негіздеп жібердік. Ал өзіміздің деңгейіміз қандай екенін байқамай қалдық. Мен мынаны жалғастырсам ба деймін, Нартая Расмурда. Жалғастырайын ба? Ал? Мынаны жалғастырғым келіп тұр. Жазбақсыз ба? Бір шақ. Ал құрметті көрме, біз енді ПЖБ мен ТЖБ-ға қатысты тақырыптарға жалғастырамыз. Данагүл ханым, жазам дедіңіз, алдымен сіз жаза беріңіз, сосын түсіндіресіз. Бізге 2019 жылдың үздік педагогы жарнама барысында айтады, менің жан айқайым бар дейді. Ол министрлік бұл жүйені дайындалмай ерте бастап кетті дейді. Неге? Жаңа сіз әріптесімізге сұрақ қойдыңыз. Министрлік асығыстық жасаған жоқ па деп. Менің ойымша, ойлаймын, асығыстық жасап кеткен сияқты. Бұл жүйе 2016 жылдан енгізілді. Қазіргі ол балалар 4-ші сыныпта оқиды. Мысалға, қазіргі мен 5-ші сыныпқа сынып жетекшімін. Менің 5-ші сыныбым бастауыш сыныпта оқыған жоқ бұл жүйені. Олар 5-ші сыныпқа келді де, олар үшін енді үлкен бір не болып жатыр, үлкен мәселе болып жатыр осы 5-ші сыныптар үшін. Сондықтан неге біз бұны жыл сайын сол 1-ші сыныптан ақырындап бастамадық? Және де шынымен де біздің еліміздің... Бұрынғыларға тиіспеймін, міне 1-ші сыныптан бірден. 2016-да міне 1-ші сыныптан бастадық па, олар 4 оқиды. Сөйтіп 1-ші сыныпта неге енгізбедік? Биыл келді да 11-ші сыныптар ғана қалды. Енді 11-ші сыныптар бітіріп кеткеннен биылғы 10-шы сыныптар 9 жыл бұл жүйемен оқыған жоқ, 9 жыл бұл жүйемен. Олар келеді да, келесі жылы 11-ге өшеді, 2 жыл оқиды. Олар келесі жылы ГОСты қалай тапсырады? Биылғы 9-шы сынып оқушылары енді бұйрық келді, 7-ші, 8-ші, 9-ші класстың материалы негізінде олар мемлекеттік емтиханды тапсырады. Ал биылғы 10-шы сынып 9 жыл бойы бұл жүйемен оқымаған, келеді олар 10-11-де 2 жыл оқиды да, келесі жылы олар мемлекеттік емтиханды қалай тапсырады? Бұл бір. Екіншіден, мысалға, қараңызшы, менің мектебім республика физика-математика мектебі, ол 72-ші жылы дарынды балаларға ашылған мектеп. Сол мектептің бағдарламасы олар тереңдетіп оқытты, өзгеше жалпы білім беретін мектептерге ұқсаған жоқ. Біз сонымен бүкіл Қазақстан оқыған жоқпыз ғой. Мысалы, оқыған жоқпыз бүкіл Қазақстанмен. Ал біз қазір біздің техникалық жаңағы базамыздың жабдықталуына, біздің мектеп, ауыл мектебінің жағдайына, одан шағын комплектілі мектептер бар, шалғайдағы мектептер бар. Біз соның бәріне қарамай, жаппай бастап кеттік. Жақсы. Осыған дайын емеспіз деп ойлаймын. Жақсы. БЖБ мен ТЖБ-ні түгін қалдырмадыңыз. Ал сіз не дейсіз? Сіз қолдайсыз? Мен қолдаймын. Өйткені мен енді жоғары сыныптың бағдарламасын таныс емеспін, бірақ бастауыштың бағдарламасы бойынша бұл жерде математика, тек математикаға бөлшектер ғана кірістірілді. Мысалы, сіз айтып отырсыз, 10-ші класты бітірген бала 11-ші класты қалай жаңа бағдарламамен оқиды деп. Бұл жерде айырмашылық бағдарламада. Бағдарлама, мысалы, 11-ші сыныпқа дейін бұрын оқушылар не оқып келді, не меңгеріп келді, сол жаңа бағдарлама бойынша да сол қамтылған деп ойлаймын. Өйткені мен бастауыш бойынша тек қана бөлшектер, жай бөлшектер ғана түсінік қана кірістірілді жаңа бағдарламада математикаға, ал қалған басқа пәндер бойынша сол бұрынғы алып келе жатқан дәстүрлі бұрынғы бағдарламамыз бойынша оқушы не оқыды, соның бәрі жаңа бағдарламада сол ғана қамтылған. Сондықтан мен ол қиын болады деп ойламаймын. Алдымен түсіндіре кетсін. Өзі біз критериалдық бағалаудың өзі нақты өлшемдер деп анықтамасында жаңа айттық қой. Бұл жерде негізгі сөз нақты өлшемдер. Яғни мына сіздердің көрсеткендеріңіз бұл да жақсы шығар. Бірақ мына жерге келген кезде қалыптастырушы бағалауды біз сабақ сайын сұраймыздағы, оның салмағы түсіп қалып тұр. Мынаған әсер етпейді. Сонда біз баладан қандай нәтиже күтетініміз мына жерде белгісіз қалып қойып тұр. Менің айтып соңында бір тапсыра салады әйтеуір дейсіз ғой. Менің айтып ұсынып жүрген критериалдық бағалауда мына жерде жаңағы бәрібір күнделікті жаңағы жиынтық бағалауын қалай бағалайды? Санмен ба, бағамен ба, пайызбен ба, ол бәрібір. Ең бастысы
мынау жаңағы қалыптастырушы бағалаудың салмағын көтеріп, сол салмақ арқылы мынау бөлімдік бақылау жұмысының кішкене маңызын арттыру. Сол кезде бала тіпті мына бөлімдік бақылау жұмысын жазған күнде де егер де төмен балл алып қалса, мынау жиынтық бағалауы оны күшейтіп тұр. Содан кейін барып, оның екеуінің 100%-ын қосып, сосын ТЖБ-ның 100%-ын қосқан кезде, мынау 60 баллы БЖБ құралады, 40%. 60% БЖБ-дан 40% мысалы ТЖБ-дан құралады дағы, сол жаңа қорытынды бағасы балаға белгілі болып, ол не үшін алып жатқанын біліп отырады. Және ешқашан қорықпайды. Мен БЖБ-ға дайындалсам да, мен ертең жаман баға алып қалсам, күнделікті істегенім қайда кетті деп тартынбайды. Осы айтқым келген. Бұл жерде тағы да толықтырып кетуге рұқсат етіңіздер. Мынау қалыптастырушы бағалау деген нәрседе, бұл жерде айтатын нәрсе, мынау бөлім бойынша жиынтық бағалаудың өзі сол 90-ның барысында өткен тапсырмадан құралмай ма? Сондықтан да күнделікті баланың жаңағы дайындығының барлығы қорыта келген кезде осы жердегі дұрыс қой, оның барлығы мына жерде ол тапсырманың бәрі отыр ғой. Баланы біз соған дайындап келе жатырмыз ғой. Ол күнделікті бүгінгі орындамаған тапсырмада кеткен кемшіліктерін, ол дискриптор критерий бойынша орындамаған нәрселерінің барлығын әлі де үлгерімін жақсартып, сол осы тапсырмалардан құралатын бөлім бойынша жиынтық бағалауды тапсыруға келген кезде үлгерімін жақсартып келеді ғой, мынаған жетем дегенше. Сондықтан да күнделікті жаңағы қалыптастырушы бағалаумен оны шектеп тастағанымыз дұрыс емес шығар. Ол біріншіден. Екінші айтайын дегенім, құрметті әріптестер, қараңыздаршы, бұрын жаңағы мұғалім жаңағы 3, 4, 5 деп немесе 2 деп журналға қойып келген уақытта күнделікті субъективті түрде мұғалім өзінің ойша жаңа пікір бойынша оны бағалап келді. Ешқандай ол жерде өлшем шартта болған жоқ, еш нәрсе де болған жоқ. Енді қараңыз, мына жерде сіз айтқандай жаңағы проценттердің бөлім бойынша жиынтық бағалаудың үлесін күнделікті қалыптастырушы бағалауға беретін болсақ, ол тағы да жаңағы мұғалімнің субъективті бағалауына әкеледі деп қорықпайсыздар ма? Баланың өзі жақсы, көзі жақсы, басқасы деген сияқты. Сондықтан да ол балаға мүмкіндік беріп, бөлім бойынша жиынтық бағалауға жеткенше мына жаққа дейін алып жеткенше алып келу керек. Ол біріншіден. Екіншіден, тағы да жаңағы не бойынша Назарбаев зияткерлік мектебінің жаңағы бағдарламасы бойынша айтқаныңызға қосып кетейін. Ол жерде ол бағдарлама түбегейлі өзгерместен солай мектепке барып енген жоқ, құрметті әріптестер. Бізде ұлттық білім академиясы осы оқу әдістемелік қолдаумен, сүйемелдеумен айналысамыз. Еліміздегі 7000 мектепке біз де жан ашырмыз. Жаңағы оның ішінде 68% ауыл мектеп екенін, оның ішінде 41% шағын жинақ мектеп екенін біз де білеміз. Күнделікті көзіміздің алдында. Сондықтан да сіздерге айтайын дегеніміз, ол бағдарламалардың бәрі бейімделіп, жеңілдетіліп, және де халықтың да, мұғалімдердің да, қоғамның да пікірінің бәрі ескеріп, барып бекітілген. Енді жаңағы айырмашылығын айтатын болсақ, Назарбаев зияткерлік мектебінің бағдарламасымен қатар қойып, әрқайсысын салыстырсаңыз да болады. Ол жерде пәндердің бәрі интегрированный пәндер, кіріктірілген пәндер. Бізде пәндер жеке-жеке оқытылады. Бір ғана жаңағы Көркем еңбектің өзін жаңағы қосып тастағанның өзінде жаратылыстануға. Соның өзін қаншалықты қиын қабылдады. Одан басқа кіріктірілген пән жоқ. Екіншіден, жаңағы физика, математика мектептері, химия, биология мектептері болып тереңдетіліп, жаңағы бөлініп оқытылады. Бізде ондай емес. Ол бағдарламалардың барлығы. Енді жаңа қалыптастырушы бағалау жөнінде айтып кетсем. Тақтаны былай шығармасаң, тыныштық болмайды секілді. Қалыптастырушы бағалау. Былай қылайықшы, қазір бізге бейне сұрақ жолдаған екен көрермен, алдымен соны көріп алайық, айтпесе. Қане. Сәлеметсіздер ме? Менің ұлым бұрын мектептен келгенде мұғалімнің үйге берген үй тапсырмасын орындап отыратын. Ертеңгісін мектепке барғанда сол үй тапсырмасын лайықты өзіне сай бағасын алып үйге көңілді келетін. Қазір үй тапсырмасына баға қойылмайды. Бұны бала жақсы біледі. Сондықтан да қазір бала үй тапсырмасына бейжай қарайтын болды. Бәлкім осы жағын қайтадан қарастыру керек шығар деген менің ұсынысым бар. Жақсы. Қызылгүл ханым, бұл дұрыс па пікірі? Енді бұл жерде мен жаңа айттым ғой, балалар немқұрайлы қарайды, әйтеуір қорытындыға барсам болды деп дейді. Иә, мен жаңағы айтқан сөзімді әлі де болса айтам. Ата-ана бала жаңағы әлі түсінбей жатыр. Күнделікті жаңағы алған білімі, ол жаңағы бөлім бойынша жасаған жұмысында көрініс береді. Қандай күнде болса да. Ата-ана соны түсіну керек. Ол мысалға бір бөлім 5 сағаттан тұра ма, 5 сағат бойы бала жұмыс жасау керек. Жұмыс жасауының көрінісі ол бөлім бойынша бағалауда байқалады.
Сондықтан ата-анада бұл жерде біз үй жұмысы мүлдем жоқ деген жоқ. Үй жұмысы міндетті түрде беріледі. Жаңағы пысықтау сұрақтары беріледі, тапсырмалар беріледі. Ол электронды күнделікте де оқушылардың өздерінің жаңағы жұмыс дәптерлерінде де алынады. Жақсы. Медет мырза, бұған пікіріңіз бар ма? Ата-аналардың өзі шырылдап тұр. Баламның өзі үй тапсырмасын орындағысы келмейді дейді. БЖБ-да тапсырамын ғой деп болды. Енді жалпы осы жерде қараңызшы, мысалы ата-аналар айтқан кезде бағалауды бұрынғыдай мысалы айтады, иә, бұрынғы үй жұмысын істеп, сол үшін баға алам деп мектепке барады деп айтады, иә. Бірақ та сол кезде бағаны алғаннан кейін ол мысалы қандай жетістікке жетті, иә. Осы мысалы бағаны не үшін алды деген сияқты сұрақтар да маңызды емес оларға. Өйткені мысалы критериялық бағалауды алсақ, ол мысалы критерий бойынша күтілетін нәтижені біз балаға көрсете аламыз ғой, иә. Сонда бала өзі мысалы үй жұмысын істеп келіп те ол мысалы сұрақ қоймайды мұғалімге, менің істеген үй жұмысым қандай деңгейде, дұрыс істедім ба, дұрыс жолмен келе жатырмын ба деп ондай сұрақтар қоймайды. Өйткені балаға тек қана баға ғана керек. Ол мысалы бұрынғы мысалы, қазіргі критериялық бағалауға келсек, әр бала, мен мысалы практика жүзінде мен оқушыларға үй жұмысын берген кезде, ол үй жұмысын істеп келеді. Өйткені мысалы ол үй жұмысын сабақта біз оны талқылап, әрі қарай қалай жеттің, қай жерде ізденіске табыстың деген сияқты, иә. Формальдеріп жазып жібересіздер ғой ата-аналарға. Оны күнделікте міндетті түрде біз жазып жүреміз, иә. Мысалы, баланы сонда қамтып сұрап шығасыз ба? 30 баланы мысалы қалай қамтып болады? Топтық жұмысқа бөлесіздер де, топтық жұмыс ретінде мысалы, ол мұғалімнің шеберлігіне байланысты. Мысалы, мен топқа бөліп тастаймын да, әр топқа мысалы 5-6 оқушыдан отырған кезде олар үй жұмысын талқылап шығады. 1-3 минуттың ішінде ғана. Анау әрқайсысының ата-анасына күнделікке жазып отыру уақыт емес пе көп? Жоқ. 30 балаға мінездеме жазып. Енді қазақ тіл пәні бойынша айтақ, біз енді жалпы 30 бала емес, топқа бөлінген кезде біз 15-20 балаға жазып отырамыз. Ол оңай емес секілді меніңше. Негізі оңай емес деп айтуға болмайды. Егер мысалы сабақтың кезінде, қоңыраудың кезінде де отыра салып, мысалы сабақ өткеннен кейін де комментарий жазуға болады. 5-10 минут қой ол тек. 5-10 минут қана, иә, мысалы. Үлгересіз ба? Үлгереміз. Жақсы. Бізге хабарласып тұрған көрермен бар екен, телефон тұтқасын көтеріп жіберейікші алдымен. Алло. Алло. Айта қойыңыз. Теледидарды өшіре қойыңыз. Алло, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Сұрағыңыз, айтыңыз. Сізден сұрайын дегенім, мына бастауыш мұғалім тұр ғой ортада. Иә, айтыңыз, айтыңыз. Айтыңыз, телевизорды сөндіріп айтыңыз, Құдай үшін. Бастауыш мұғаліміне мен сұрайын дедім. Менің балам 1 класс оқиды қазіргі таңда. Ал сол менің балам В әрпіне келген, бірақ қазір БЖБ, ТЖБ тапсырып жатыр. Енді ол әріпті танымай жатып, қақтың БЖБ, ТЖБ-сін тапсырады. Сонда мен түсінбеймін, балам алфавит толығымен білмейді әлі. Бірақ мияшыл мұны. Жақсы, рахмет. Бұны білмейтін балаға БЖБ тапсырып не көрінді дейді ғой енді. Енді бұл жерде мұғалімнің жетелеуімен тапсырады. Бөлім бойынша жиынтық бағалауды. Неге жетелеуімен, ол өзінің білімін көрсетпей ма бала? Мұғалім түсіндіріп отырады. Мысалы, бірінші тапсырма бойынша деп берілген сұрақты мұғалім жетелеп түсіндіріп отырады. Мұғалім оқып беріп отырады. Егер қажет болған жағдайда жеке оқушыға барып түсіндіруіне болады тапсырманы. 15-20 балаға қалай түсіндіріп үлгереді? 15-20-35 балаға да солай түсіндіріп аламыз. Ол мұғалімнің шеберлігі. Мұғалім, мысалы, бірінші тапсырма... Тілек шеберлер кеп тұр енді біздің студияға бүгін. Енді 30 жыл еңбек стажымыз бар. Жақсы. Қазір қарап отырсаңыз, мысалы, бірінші сыныптың баласына көп тапсырма берілмейді. Мысалы, көп болса 2 тапсырма беріледі. 2 тапсырманы мұғалім, міне бірінші тапсырма деп баланың назарын өзіне аударып алып, түсіндірсе, ол бала күнделікті қалыптастырушы бағалау жасап жүрген оқушы, ол бөлімдік жиынтық бағалаудан ешқандай демек жаңағы ұстаздың шеберлігіне және ол күнделікті сену керек дейсіз ғой жаңағы ата-анаға. Сосын ата-ана, мысалы, айтып отырмыз ғой, 3 жақты тәрбие, міндетті түрде ата-ана мұғалімді мойындау керек. Ол егер бала мұғалім ата-ана мұғалімді мойындамаса, баладан ешқандай жақсы нәтиже күтуге болмайды. Мойындамайтындар бар ма? Ені мойындамайтындар ата-аналар нені бөлім бойынша жиынтық бағалаудың өзін мойындамай тұр ғой, қарап отырсыз ғой. Енді ол П-ны өтпеген балаға, В-ны өтпеген балаға В туралы тапсырма беріліп тұрған жоқ қой.
бұмен қояды дейсіз ғой, иә? Оқу мақсаты сол кезге дейінгі меңгерілген оқу мақсатына ғана беріледі тапсырма. Жақсы. Әлеуметтік желіге келген сұрақ бар екен, өте көп сауал. Кешірім өтінемін, қанекей көрсетейік. WhatsApp желісіне мүмкіндік болса. Мінекей Қазығұрт ауданы 55-ші мектеп Мұхтар Әуезов атындағы дейді. БЖБ, ТЖБ сұрақтарының жауабы интернет желілерінде айқын көрсетілген. Дәл осыны оқушылар біліп, жай ғана интернет арқылы жауабын табамын дейді. Одан бөлек мінекей мектепте БЖБ, ТЖБ-ға оқушылардан ақша жинаулары қаншалықты дұрыс. Әр пәнге 100-200-250 теңге жинайды дейді. Ал енді бұл сұрақ бойынша жауап беруге рұқсат етіңіздер енді бұл бойынша. Бұл жерде мектептің аты Қазығұрт ауданы 55-ші мектеп. Егер бұндай фактілер орын алған болса, бұл мұғалімнің қателігі және де мектептің салғырттығы осыған жол берген деп ойлаймыз. Себебі бізде жаңағы айтып кеттік 125-ші бұйрықты барлық бағалауды реттейтін осы бұйрыққа сәйкес бөлім бойынша 90 бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларының бәрін біріншіден мұғалім өзі құрастыру керек. Екіншіден бізде қазір альтернативті оқулықтар да бар, өздеріңіз білесіздер. Сондықтан да бағдарлама бір болғанменен әртүрлі оқулықтың контенті әртүрлі болуы мүмкін. Сондықтан да мұғалім өзінің өткен балаға берген тапсырмасын жетелеп күнделікті жаңа қалыптастырушты бағалауда жинақтап әкелген тапсырмаларынан құрастырмаса, бөлім бойынша жиынтық бағалауды, ол бала оны тапсыра алмайды дұрыстап. Бал сосын кейін төмен болатын себебі де сол біріншіден. Сондықтан, егер де осындай жолменен қалыптастырмай, интернеттен, не болмаса СМК-дан, егер де дайын тапсырмаларды мұғалім алатын болса, осындай жағдайлар орын алады. Сондықтан да бұл дұрыс емес. Көбейтіп жібермейміз бұдан сайын? Неге көбейтеміз? Ол бұған дейін де мұғалім болған уақытта осы заманға дейін, оны ықылым заманынан бері мұғалім болғалы баланы үйретуде оған беретін жаңағы мазмұнын өзі қалыптастырып, өзі жасақтамай ма мұғалім? Дәл осы студияға білім және ғылым министрінің өзі келгенде айтқан, кей өңірлерде мұғалімдер 130 құжатқа дейін толтыруға мәжбүр болған, оның көбі тіпті керек емес еді. Қазір тек қана педагог мәртебесі туралы заң бойынша 5-ақ құжат толтыруға олар міндеттеледі болды. Мынау әрқайсысын толтыру көбейтіп жібермей ме? Сіз жаңа иә деп тұрсыз ғой енді. Неге? Әрқайсысын толтыру көбейтіп жібереді. Қазір осы жаңартылған білім мазмұны бойынша мынау күнделікті сабаққа дайындалудың өзі, бақылау жұмыстарына жаңағы бөлімдік жиынтық бағалауға да дайындалу өте көп уақыт алады. Мен де өзім мұғалім болып істедім, оның түгелін басынан өткен жағдай. Бұл жерде не үшін кетіп қалдыңыз мұғалімдіктен? Бұл жердегі жағдай, менің айтқым келгені, қалай дайындалса да, қандай шебер болса да мұғалім, біз субъективизмнен әлде арыла алмаймыз. Менің ойымша, бұл жерде педагогикалық кадрларын дайындағанның өзінде мұғалімнің шеберлігіне қатысты деп тұр ғой. Я шеберлігіне қатысты. Бірақ сол шеберліктің шығармашылығын тарылтып жатырмыз тағы да. Өйткені мұғалімнің ұзақ мерзімді жоспарға тығып қойдық оқыту мақсаттарын. Бұрын мұғалім өзі қоятын ол оқыту мақсаттарын. Өйткені ол алдына жаңа келген балаларға қарай, мынау класстағы деңгейі мынандай, мынау мақсаттар жету керек. Оны критерийлерге бөліп білет. Шебер мұғалім 20 критерий қойса да, алдына келген 20 баланың қайсы қандай соны нетеді. Ал мына жүйе арқылы ол сүйенеді дайын мақсаттарға, дайын критерияларға, соның шеңберінен шалмайды. Сондықтан бұл жерде объективті баға алады деп балалар. Біз сенімді айта алмаймыз. Тіпті, аяқтайын, тіпті. Біз бұл жерде баға деп кеттік. Негізі баға деп айтпаймыз дегеніміз, өзіміз айтқанымыз, баға деп айтпаймыз. Не деп айтайын дедіңіз? Бірақ білім үшін баланың білімге ұмтылдыру керек. Мына жерде бүкіл жүйе, білім жүйесі, білім мазмұны баланы білімге ұмтылдыру керек. Баяғы сол бағаға ұрынып жатырық дейсіз ғой сіз. Біз баяғы бағаны әлі сол талқылап жатырмыз. Жақсы. Енді алдымен ескерте кетейік. Мынау ақша жинау деген нәрсе дұрыс емес, заңсыз дедік, иә? Демек біз дәл осы жаңағы Қазығұрт ауданындағы 55-ші мектеп Мұхтар Әуезов атындағы дәл бұл мәселені, дәл бұл фактіні біз құзырлы орындарға хабарлаймыз. Жуық арада шара қолданылады деп сенеміз. Енді Медет мырза жаңа жауап беремін дедіңіз, айта қойыңыз. Жаңа сіздің айтып жатқаныңыз шығармашылық тарылтып тастады дейді. Жоқ, неге? Мысалы, сіздің жаңа айтып жатқаныңыз қағаз жұмысы көбейеді, мұғалімге мысалы ол жүкті болады деп айтып жатқаныңыз, иә? Оның жүктігі қай жерден? Мысалы, волонтерлық дейміз ғой, иә, көмек деген. Мысалы, параллель бойынша мұғалімдер жұмыс істеген кезде, мысалы 8-ші сынып алдын ала енді дайындағаннан кейін, оны мысалы жыл сайын жетілдіріп, көмектесіп, мысалы бөлісіп отырса, немесе мысалы тікелей жиналып бірге отырып, сол
бақылау жұмыстарын БЖБ мен ТЖБ мен бірге мысалы параллель бойынша отырып жасасақ, ол да өте керемет нәрсе ғой. Сол кезде мысалы мұғалімдердің арасында волонтерлық жұмыс өте жақсы керемет болады. Ал тек қана жалғыз мұғалімге беріп қойып, ол жалғыз мұғалім өз жұмысын бүкіл сыныпқа дайындап отыру әрине ол сіздерге қиын болып көрінеді. Басқа волонтер мұғалімдердің де БЖБ ТЖБ-сі бар емес пе? Я соны бірігіп мысалы бір-біріне болысып, ол химия болсын, ол физика болсын, ол математика болсын. Олар да бір тапсырма шығып кетпей ма сонда? Шығып кетпейді, бірақ та олар бір-біріне көмектесіп, идея қосып деген сияқты. Мысалы мен өз БЖБ-мді дайындаған кезде қайталанып кетпей ме ертең? Жоқ, қараңыз, қайталану емес. Мысалы мен өз БЖБ-мді дайындап, өз әріптесіммен талқылаған кезде олар мысалы оны мүмкін менің БЖБ-мді жетілдіреді және өзгерістер енгізеді. Мен де мысалы отырып алып қарама-қарсы өз әріптесіме айтамын. Әрине классыңызға бейімдейсіз. Сол кезде мысалы интернеттен алынбайтын, жаңа айтады, интернеттен алынып дайын беретін деген сияқты емес. Ол сондай жүйеге мысалы келе жатырмыз біз, мысалы мектептің ішінде практика жүзінде ол бар, ол жоқ емес. Сондықтан жүкті деп, ауыр деп айтуға болмайды. Жақсы. Енді әріптестеріңіз неге ауыр деп тұр, осы мәселені қазір талқылаймыз. Және әлеуметтік желіде БЖБ мен ТЖБ-ның дайын сұрақтары мен жауаптары өріп жүр. Бұл сорақылық неге орын алды? Жақсы, енді БЖБ ТЖБ таусылмайтын тақырып болды. Қараңыздар, енді әлеуметтік желіде айттық қой, сұрақтар мен жауаптар өріп жүр деп қане көрсетейікші? Мүмкіндік болса, көрсете қояйық үлкен экранға. Мінекей, жауаптары 8-ші десең, міне өріп жүр желіде. Манара ханым, бұл енді қалай болған? Біз айтамыз, мұғалімнің шеберлігінде, бірақ барлық мұғалім шебер емес деп, дайын сұрақтар жүр ғой деп бәрін сырып тастай алмаймыз ғой. Кей жерде шебер мұғалім бар, жақсы оқушы дайындалады. Ал кей жерде мұғалім шебер болмаса, ертең оқушы білмей қалуы мүмкін. Бізде бұрыннан қалыптасқан жақсы сөз бар. Сен 40 жыл мұғалім болсаң да 45 минуттық дайындығың болу керек деген. Сол сияқты мұғалім өзінің 40 минут сабағына өзі дайындалатын болғандықтан ол тапсырмаларды тағы да айтамын, өзі құрастыру керек. Содан кейін осыған қатысты тағы да бір айта кететін нәрсе, жаңа мұғалімнің шығармашылығын шектейміз, ол таңақ сол белгіленген мақсатқа ғана байланып қалды деген нәрсені де осы жерге қоса кету керек. Неге дейсіздер ғой? Себебі ол жаңағы өзіңіз айтқан қағазбастылықты, мұғалімнің жаңа уақытын керісінше жаңағы үнемдеуге көмектесетін нәрсе. Ол дайын тұрған бағдарлама, дайын оқу мақсаты, соған бекітілген ұзақ мерзімді жоспарға дейін мұғалімнің қолында тұр. Енді бұл жерде ары қарай айтатын болсақ, бұл жерде ресурсты пайдалану, кітапты пайдалана ма, қосымша жаңағы сандық ресурстарды пайдалана ма, жинақтарды пайдалана ма, ешқандай шектеу жоқ мұғалімге. Бірнеше оқулықты алдына қойып пайдаланса да болады. Сондықтан да соның барлығынан жаңағы осы бөлім бойынша жиынтық бағалауға жетем дегенше балаға қандай тапсырма берді, соған сәйкес тапсырмаларды өзі алып қалыптастырады. Енді неге онда дайынды пайдалануға болмайды. Дайын нәрселерді жариялайды? Неге мұндай жағдай орын алып отыр? Енді педагогтарға жаңағы атына кір келтіре алмаймыз. Егер де мынандай жаңағы дайын жауаптар, қазір тұра тұрыңыз, дайын жауаптар жарияланып, егер де бұны біреу сатып алып пайдаланып жатса, енді кешіріңіз, яғни оны кім алып атқан сабақта пайдалануға? Оны мұғалім ба алып тұрған? Яғни осыған жол беріліп тұр ғой. Оны қандай мұғалім алды? Жалқау мұғалім ба, жоқ әлде өзінің жаңағы 40 минуттық сабағына жауапсыздықпен қарайтын мұғалім ба? Қандай мұғалім алу мүмкін сіздіңше? Сонда қандай мұғалім алуы мүмкін? Жаңағы жауапсыз, яғни баладан күтілетін нәтижеге салғырт қарайтын. Оның жаңағы келешегіне, яғни балаға білім беріп, оған бірдеңе үйретем деген ниетпенен сабаққа кірмейтін мұғалім алуы мүмкін. Жақсы. Енді екіншіден жалқау. Иә, Манар ханым. Біз енді халықтан сұрады, осы сіздердің балаларыңыз ғой, біздің баламыз ғой, оқитын көңіліңіз тола ма, жоқ па, айтыңыздаршы деп. Не деді екен, көрейікші? Қане. Менің ойымша, осы жаңа программа БЖБ бізге дұрыс келмейді, себебі біз өзіміздің нағыз білімдерімізді көрсете алмаймыз. Мысалы, интернетте ответтер бар. Білмеймін, вообще без разницы. Неге қолдаймын? Интернеттен көріп отырмыз ғой, жақсы, не деп, күнде ашып күнделік кезетті. Жалпы қолдаймын. Дұрыс қойылмаған бағаны мысалға 2-лік баға болды, 3-лік баға болды, біз оны параға жыртып тастайтындығымыз. Немесе күнделік ауыстыра салатындығымыз. Ол онлайн күнделікте біз ешқандай да не болмайды. Оны жыртып тастау, алып тастау деген. Жақсы көзқарас, баланы жағын қадағалап отырам. Я естідіңіз, енді қолдайтын да қолдамайтын да тарап бар, қос тараптың болуы бұл заңдылық. Дұрыс қой, енді білім және ғылым вице-министрі айтып еді, бұл жүйе өзгермейді, толықтырылды, нақты деді. Десе де білім және ғылым министрі
Асхат Аймағамбетов былай деді, енді өзіңіз айтып қалдыңыз ғой әу баста, иә, тіпті оқушылар місе тұтпайды. Дана ханым, сіз айтып өттіңіз, тек БЖБ-ға барсам болды ғой деп ойлайды, ТЖБ-ға барсам деп. Министр былай деді, қолданыстағы білім туралы заңына сәйкес ата-аналар мен заңды өкілдері білім беру ұйымының жарғысында айқындалған қағидаларды орындауға, сонымен қатар балалардың оқу орнындағы сабаққа баруын қамтамасыз етуге міндетті. Сондықтан ата-аналар дәлелді себепсіз сабақты өткізе берген үшін тікелей жауапкершілік арқалайтын еске саламын дейді. Расында мүлдем келмей қоятын оқушылар бар ма? Айтыңызшы. Жоқ ондай. Оқушылар азды бар шығар, енді бір ауру себептермен, денсаулығына байланысты. Барша болғандан өзінде де мүмкіндік береді ғой, келе алмаған оқушыға біз мүмкіндік береміз. Ол мұғалім сол баламен жұмыс жасайды да, одан кейін бүкіл қайталанған жұмыс, ол мысалы біздің мектепте мысалы репетитордық топ деген бар, мысалы күнделікті өзіміз құрастырғанбыз. Егер бала үйде ауырып қалса, мүмкіндігі болмаса мектепке келу. Ол интернетке кіріп, әр пән бойынша видеороликті қарап, видео түсініктемені көріп, мүмкіндік бар дейсіз ғой бас. Бар, мүмкіндік бар. Егер расымен де сонда енді қиғылыққа салып мен келгім келмейді, тек тестіне бара салам дейтін бала болса, олардың ата-аналарын қандай жауапкершілікке тартқан дұрыс? Осыны айтайықшы. Өйткені ұстаздардың жан айқайын айтып тұр ғой, енді елемейтін болды мүлдем оқушылар. Ата-аналарды жазалағанда бұл жерде тіпті ата-аналардың білмеймін қалай жазалауға да болатын. Мен мысалы мұғалім ретінде тарту енді. Жауапкершілікке тарту керек, иә. Бірақ оның айыппұл саласың ба ол жерде? Қандай заңға сүйеніп айыппұл саламыз оған? Ол жерде айыппұл салып жүруге, ата-ананың соңынан жүруге де мұғалімнің уақыты бар ма? Ең бастысы ата-ананың өзі мәдениетті қалыптастыру керек. Жақсы. Дәл осы мәдениетті қалыптастыру дегеннен түйіндейікші енді. 30 секунд уақыт беремін әрқайсыңызға. Таймердің уақыты келіп жетті. Нақты нүктесін қойсаңыздар, жаңа заңсыздықтар, өзгесін өзге естіп біліп жатырмыз ғой, қандай жағдайдың орын алып жатқаны, бұл өкінішті. Десе де жиі қабылданды Манара ханым. Осымен жұмыс істейміз. Енді ұстаздар немқұрайлы болмау үшін, ата-аналар жаңағыдай заңсыздыққа жол бермеу үшін не істеу керек? Жаңағы ұстаздар айтып отырмыз ғой, сабақтастықта үзіліп қалды, бір-бірін үйрету деп. Соны толықтыру үшін да не істеуіміз керек? Жалғыз сұрақ, жауап әрқилы болуы мүмкін. Алдымен өзіңіз бастаңыз. Не істеу керек? Ата-ана, мектеп, оқушы, тәрбиенің негізгі үш тағаны бірлікте, ынтымақта жұмыс жасау керек деп ойлаймын. Жақсы. Егер ошақтың бір тағаны жоқ болса, қалай болады? Елестетіңіз сол сияқты. Сондықтан бір тағанымыз біздің, үшеуміз бір мақсатта жұмыс жасауымыз керек. Жақсы. Жадыра ханым. Алға қойған мақсатына жету үшін мұғалімге еркіндік берілу керек, мұғалімді қолдау керек, мұғалім өзінің алдында отырған шәкіртіне жауапты екенін түсіну керек. Болды ма? Жақсы. Қызылгүл ханым. Енді критерий арқылы бағалау заман талабы екені айдан анық болып тұр. Сондықтан да бұны жаңағы ата-ана, оқушы бәрі жақсы түсіну керек. Сол үшін мұғалімдарға әдістемелік көмек беру керек. Ата-анаға түсіндірме жұмыстарын жасау керек. Ал оқушы әр сабағына жауапкершілікпен дайындыққа келу керек деп есептеймін. Жақсы. Медет мырза. Негізінен тәрбие отбасынан басталады дейді, сондықтан ата-анаға ең бастысы отбасынан бастап балаға үйрету керек. Ары қарай өмірде қалай өмір сүресің, бағаны алған кезде оны қандай нәтижемен сен баға аласың деген сияқты түсініктеме жұмыстарды жүргізу керек. Ата-ананың заңы бар ғой, мысалы ата-ананың балаға тәрбие беруде жауапкершілігі бар екеніне, және мұғалімге мүмкіншілік беру керек, көмектесу керек бір-бірімен. Мектептің ішінде мұғалімдер тек қана өзі ғана емес, командамен, волонтерлық жұмыспен бір-біріне көмектесіп, оны ары қарай жалғастыру жұмыс істеу керек. Данагүл ханым. Енді бұл жерде айта кететін білім беру ол мемлекеттік маңызды іс. Сондықтан толықта мемлекет білім саласын өз қамқорлығына алу керек. Өз қамқорлығына алу дегеніміз ең алды сапалы, жоғары деңгейлі жабдықталған мектептермен қамтамасыз ету керек. Біздің Астананың өзінде әкімдер қайда қарап отқаны мектептер жетіспейді. Сол себептен мұғалімдердің, ата-аналардың, балалардың арасында түсініспеушілік, және де мықты әдістемелік жағынан кәсіпқой мамандармен қамтамасыз ету жұмысын алға қою керек. Рахмет. Анара ханым.
Жалпы жаңағы ата-ананы мектепке тарту жайлы пікір айтылды, мен соны өте қолдаймын. Қазір мектеп ата-анамен бірге жұмыс істей отырып, осы ата-аналар жиналысының да форматын өзгертіп, сол жерде осы жаңартылған мазмұн бойынша оны тренинг, семинар түрлерінде өткізіп, ата-аналарды мектепке тарту керек сияқты. Содан кейін биыл Құдай қаласа 11 сынып жаңартылған білім мазмұнына көшсе, біз осы бүгін әңгіме қылып отырған критериалды бағалау жүйеміз, яғни толықтай толықтырылып, арғаратай жетілдіріліп, ол жерден 3-4-5 деген бағалары алынып тасталып, яғни арғаратай жаң процентпенен толықтырылып, одан да жетілдірілген жүйе болып, содан кейін барлығына ұнайды деп ойлаймыз. Сіздер 40 минут сабақ бересіздер ғой, бір пәннен. Мұғалім қазір заңнама бойынша, тәртіп бойынша неше минут сөйлеу керек? Енді білім алуда оқушыға көбірек қанша минут регламент? 15 минуттай мұғалім. 40 минуттың ба? Бағыттаушы ретінде жұмыс. 15 минут нақты минутын айтыңызшы болды. Нақты минут па? Неше минут сөйлеу керек? 10% ғой. 10%, 5-10 минут жетеді. Жақсы, 5-10 минут. Бүгін регламенттеріңізге жеткізіп бердік әрқайсыңыз. Өкпе ренжіс жоқ бізге, жақсы. Осы тұрғыда Міржақып Дуластың былай дегені бар. Жалғыз сүйеніш, жалғыз үміт оқуда дейді. Теңдікке жетсек те, жұрттығымызды сақтасақ та, дүниедегі сыбағалы орнымызды алсақ та, бір ғана оқудың арқасында аламыз. Жақсылыққа бастайтын жарқын жұлдыз оқу. Надан жұрттың күні қараң, келешегі тұман депті. Бұдан асырып айту әсте мүмкін емес. Біздің міндетіміз оқу. Енді біз жаңа жүйені сынаймыз, басқасын басқағыларымыз. Бірақ білімді ұрпақ біздің ертеңіміз оқу керек, оны санасына тоқу керек. Бізді болашаққа биікке жеткізетін тек қана білім. Дұрыс қой. Білекті бірді жығады, білімді мыңды жығады дейді. Бізде білектілердің саны жоқ болмасын дейміз десе де, білімділер көбейсін, өйткені елге тұтқа болатын біздің бүгінгі ұрпақ. Ал құрметті көрермен, бүгін айтқанымыз алтынның ұнтағында ойнаса, ертең тікелей эфирде қайта жолығайық. Сау болыңыздар.